Сәлем достар, сіздермен бірге тауық етінен шұжық дайындаймыз. Достар, қосатын қоспаларды төменгі бөлікке жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен тауықтың кеудесін турап аламыз. Шұжық бізде нағыз болып қалмас үшін тауықтың етін қосатын боламыз. Тауықтың етін сүйегінен ажыратып аламыз. Мясорубка немесе блендермен өткізсек болады. Барлық қоспаларды блендерден өткіздім. Пиязымыз бен сарымсағымызды блендерімізге салып, бірге өткізіп алатын боламын. Ыдысымызға салып, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт қосамыз. Су майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Укроп салып араластырамыз. Түрлі түсті бұрыштарымызды турап алып, араластырып қосамыз. Сырды турап, не болмаса теркадан өткізсек те болады. Жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Пищевой пленкамызға дайындап қойған қоспамызды өзімізге қажетті мөлшерде салып, орайтын боламыз. Пищевой пленкамызбен орап, нағыздап, айландырып шығамыз. Толығымен оралғаннан кейін дәл осы видеодағыдай екі жақ пакеттің шетінен ұстап, айландыра отырып, екі жақ шетін қатты ғып байлайтын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Пищевой пленканың артылған жерлерін қайшымызбен қиып алып тастаймыз. Қайнап тұрған суымызға тұзымызды, өзімізге қажетті дәмдеуіштерімізді қосып, шұжықтарымызды салып, орташа отымызда 20-25 минутқа қоямыз.
Піскеннен кейін суық суымызға саламыз. Пленкамыздың шетін кесіп, шұжығымызды шығарып аламыз. Өзіміздің қалаған ыдысымызға майымызды құйып, шұжықтың жан-жағын қызартып аламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Шұжықтың дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер.